Жатқанда еркін азат болып. Өз еліңді таны, жұртыңды таны, сонда сен көгерерсің қазақ болып. Демекші, бүгінге Қазақстан тарих сабағын бастаймыз. Ал оқушылар, сабақ бастар алдында біз сыныбымызды екі топқа бөліп алайық. Бірінші болып, алғашқы кезеңімізде топ басшыларды кеңес жасаймыз барлығымыз. Жиналып, топ басшыларын сайлап аламыз. Жиналамыз. Аны кімді сайлаймыз топ басшылардан? Біріне Задыбек болсын. Иә, сабағымыз бірінші топ басшымыз Задыбек Шақсат. Ал екінші тағы біреу керек. Кімді сайлаймыз? Тұрашбек Бақчарас. Ал оқушылар, екі топ басшы тақтада қалып, қалғандары партаға отырып аламыз. Ал оқушылар, бүгінгі сабағымыз бастар алдында екі топқа бөліп, олардың топ басшыларын сайлап алдық. Біреуіне Задыбек Шақсат, ал екіншісін топымызға Чарас топ басшы болды. Ал оқушыларымыз өздеріне адам жинап, сыныпты екі топқа бөліп аламыз. Ал Задыбек Шақсат кімді аласың? Қайтбырағын таңдады. Шақсат, Қайтбырақ келіп тұрамыз Шақсаттың алдына. Ал Чарас, сен кімді таңдайсың? Мен тобыма Сайдан таңдамын кетпіз. Сайда қызымыз келеді Чарастың алдына. Ал Шақсат кезекке кім? Сахибаны аламыз. Ал Чарас, сен? Шахрузаны аламыз. Шақсат кімді таңдады? Шақжағаны таңдап аламыз. Ал Чарас? Мен тобыма Хаят таңдап алды. Ал Шақсат? Шахризада таңдап алды. Шақсат? Ал Чарас кімді аласың? Севараны аламыз. Ал Шақсат? Розмұратты аламыз. Ал Чарас? Сабинаны аламыз. Фарангиз аламыз. Мұхаммаданы аламыз. Чарастың тобына келеді. Ал оқушылар, бүгінге сабағымызды бастар алдында екі топқа бөлініп алды. Бірінші тобымыздың көшбасшысы Шақсат өзіне адамдар жинап, бірінші топтың несі мұқты, екінші топқа Чарас көшбасшы сендерге. Ал топтарымыз өз орындарын барып отырсын. Сендердің орындарында отырып алайық. Ал барлығымыз орнымызды иелеп отырып алғаннан кейін, сендер өз топтардың аттарын анықтау үшін шардер берілген, осының ішінде топ аттары бар. Анықтаймыз. Қане тез шарды жағып, ал көшбасшылар айтамыз қандай топ түскенді? Біздің топтың есімі Алихан Бөкейхан болды. Өте жақсы. Ал тобымыздағы Алихан Бөкейхан болды. Өте жақсы. Сендерге сап тілек. Бүгінгі сабақтарымызға жақсы қатысып, жақсы бағалар аласыңдар деген үміттемін. Ал екінші тобымыз. Біздің тобымыздың есімі Ахмет Байтұрсынұлы болды. Өте жақсы. Ахмет Байтұрсынұлы тобы болдыңдар. Сендерге сәттілік. Бүгінгі күндерге жақсы өтуіне, сабаққа жақсы бағалар алуына сәттіліктер тілеп. Ал алдарында стикерлер бар. Оны топ несіне байланысты тағып аламыз барлықтарымыз. Тағы бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Ал оқушылар, бүгінгі сабақ бастар алдында тақтаға назар аударайық. Оқушылар, тақтада не көріп тұрмыз? Суретте нелер бейнеленген? Ал Сайда қызымыз Тақтада Алаш ордасының бас жетекшілері тұр. Жақсы, өте жақсы. Алаш ордасының бас жетекшілері. Ал оқушылар, тағы не көріп тұрмыз? Кімдерді бейнеленген екен? Ал Фарангиз қызымыз айтады. Тақтада Алаш қозғалысының қайраткерлері Ахмет Байтұрсынұлы, Мыржық Дулатов, Мұхаммед Тынышбаев аталарымыздың суреттері ілініп тұр. Өте жақсы. Бұл адамдар қай ғасырдың адамдары деп ойлайсыңдар?
Iya, 20-nji asırdan adamlar. Akın, жазуучулар, kimler var bu жерде? Al Çaras. Siyasi koşbasılar. Өте жақсы. Ал оқушылар, бүгінгі тақырыбымыз 20-нчы ғасырдағы саяси көшбасшылар туралы екен. Онда дәптерімізді алып, бүгінгі тақырыпты жазып алайық. Жаңа сабақтың бастар алдында бірінші тапсырма несінде сендерді монеттермен бағалап отырамын. Қазір жіктеу әдісі арқылы сендер кітаптарыңда берілген мәтінді оқып, онда не түсіндіңдер? Не туралы айтылғандығы туралы сабақты айтамыз. 2 минут уақыт беремін. Сендер қазір кітапты оқып, мәліметтерді көпшілікке осы сыныппен бөлісіп отырамыз. Al vaqt ketdi. Екінші тобымыз Әлихан Бөкейханов тобы аяқтапты тапсырманы. Ал бірінші топта осымен тапсырманы аяқтаймыз. Қаламдарды орнына қоямыз. Ал қандай мәліметтер алғанын осы тақырыпты екіге бөліп бергенбіз. Қазір сендердің мәліметтеріңізді екінші топ тыңдайды. Сөйтіп, кейін қорытындылаймыз. Бастаймыз. Қандай мәліметтер жинадыңдар тақырыпта? Biz bugünkü taqırıptan Әлихан Бөкейханов, Бақытжан Қаратаев, Мұстафа Шоқай туралы мәліметтер жинады. Біздің топтағы топ мүшелері қазір солар туралы мәлімет айтып береді. Әлихан Бөкейханов 1866 жылы 5 наурызда Қарақалы уезі, Семей облысы, Далы өлкесінде төре ретінде дүниеге келген. Діні сүннеттілік ислам. Әкесі Нұрмұхаммед Мырзатайұлы Бөкейхан, анасы Бегім Дулатқызы Бөкейхан, жұбайы Елена Яковлевна Себастьяновна, балалары Бөкейхан, Өктай, Зейнеп, мамандығы публицист, ғалым, аудармашы, Алаш партиясының төрағасы болған. Менің берген мәліметтерімді толықтыра кететін Тұрашбекова Чарас. Çaras'tan tanıyışıydı. Мәліметтерін жинаймыз қазір. 1937 жылдың 27 қыркүйегінде Әлихан Бөкейханов жалған айыппен қамауға алынады. Ол күні 27 қыркүйекте өлім жазасына кесіледі. Өлім жазасы сол күні жүзеге асырылады. Әлихан Бөкейханов өзі қарапайым өмір сүрген. Ол атылып кеткенде қызы Елизавета және немересі Ескендірге коммуналдық пәтерінен бір бөлме, фотоалбомдар, қолжазбасы және басқалары мүре болып қалған. Иә, оған мирас болып қалған екен. Жақсы, тағы айтатындарың бар ма? Жақсы, екінші нелеріне тағы бағалап отырамыз. 1911-14 жылдары Әлихан Бөкейхан жаңа энциклопедиялық сөздіктің 4-21 томдарына автор ретінде қатысқан. Әлихан Бөкейханның 2011 жылы Әлихан Бөкейханның 145 жылдық мерейтойына байланысты 15 томдық шығармалары жарық көрген. Өте жақсы мәліметтер. Тағы қосатындар бар ма? Тағы неге дұрыс жауап үшін бағалап отырамыз. Мұстафа Шоқай көрнекті қоғам және мемлекеттік қайраткер. Ол түркі халқының даңқты күрескері болған. Ол 1890 жылы Сырдария губерниясының Ақмешіт уәзіріне қарасты Наршоқы, қазіргі Қызылорда облысы Шиелі ауданында дүниеге келген. Ауыл молдасынан хат танығаннан соң 1902 жылы Ташкенттегі ерлер гимназиясына оқуға түскен. Ол гимназияның алтын медалы бітіріп 1910 жылы Санкт-Петербург
қаласына оқуға кеткен. Студенттік кездері демократиялық қозғалыстарға қатысқан. Менің айтқанымды толықтыра кететін Хаят. 1921 жылы Мұстафа Қызыл әскер Кавказға бастап келеді және де Тифис қаласына кіреді. Мұстафа Шоқай Францияға көшіп кетуге мәжбүр болады және де Францияда болған кезде эмиграцияда Түркістан халықтарын бірлестіру үшін газет, журналдар, мақалалар жариялайды. Мұстафа Шоқай Кавказ, Украина, Түркістан елдерін қорғау орнында жұмыс жасайды және де 1927 жылы ол жаңа Түркістан жұмыс жері ашылады. 1929 жыл болса Мұстафа Шоқай ол жердің бас редакторы болады. 1939 жылы журналдың 117 нөмірі жарыққа шығады. Ал бүгінгі сабағымызға өте жақсы дайындалған екенсің. Хаятжан, бүгінгі сабаққа жақсы жауап бергенің үшін 2 монет қоямын сендерге. Ал келесі Сабрина. Бақытжан Қаратаев алғашқы Қазақстан келіп, мемлекеттік және қоғам қайраткері болған. Ол Батыс Қазақстан облысы Қаратөбе ауданы Ақбақай ауылында 1963 жылы дүниеге келген. Бақытжан Қаратаев сұлтандар тұқымынан тарайды. Ол кіші жүздің ханы Әбілқайырдың шөбересі. 1907 жылы екінші мемлекеттік думаға Орал облысынан депутат болып қатысып, жер су мәселесі бойынша қазақ халқының мүддесін қорғап сөз сөйлеген. Өте жақсы. Ол думаға қатысып, қазақ халқының мүддесін қорғау үшін жер су реформасы бойынша сөйлеп шығады екен. Ал Севара қызымыз не туралы оқыпты, қаны естіп алайық. Мен Бақытжан Қаратаев туралы толықтырып өтпекшімін. Думаның 1907 жылы сөйлеген сөзін ерекше атап өту керек. Бақытжан Қаратаев өзіне берілген 10 минут ішінде Столыпинді аграрлық реформаны әшкерелеп, Қазақстан мен Орта Азияны күшейтетін және жергілікті халықтарды тонауды шырқау шегіне жеткізетін мемлекетті саясат ретінде айыптады. Халықтың құқығын қорғауды көп еңбек сіңірген заңгер Бақытжан Қаратаев большевиктердің қазақ халқына қарсы ұйымдастырылған нәубеттік аштан қырылуына қарсы батыл үн қатқан. Қазақ өлкелік комитетінің бірінші хатшысы Фобожекінге қарсы шығып, халықты қырған, аштыққа ұрындырған қылмысыны бетіне басқан. Бақытжан Қаратаев өмірінің соңына дейін ғылым зертханалық жұмыстарымен шұғылданған. Ал Ақтөбеде 1934 жылы 28 тамызда дүниеден өткен. Өте жақсы мәліметтер. Сендер Севаранда бағалық монеттер беріп қоямыз. Соңында санап аламыз. Ахмет Байтұрсынұлы тобына оқыған мәліметтерді естиміз. Ал оқушылар, сендер білесіңдер ме? 2023 жылы Ахмет Байтұрсынұлының 150 жылдық мерейтойын тойлап өтеміз. Оқушылар, сендер қандай мәліметтер жинай алдыңдар? Мұхаммеджан Тынышбаев 1879 жылы дүниеге келген. Мұхаммеджан Тынышбаев алаш қозғалысының көрнекті қайраткері, қазақтың тұңғыш теміржол инженері болған. Ол Жетісу облысы Лепсі уезінің Садыр болысында дүниеге келген. Мұхаммеджан Тынышбаев 1900 жылы Верныйдағы ер балалар гимназиясын кейін 1906 жылы Верныйдағы жол қатынастары университетін бітірген. Менің ақпаратымды жалғастырып кететін Шахзар. Бақытжан Тынышбаев 1906 жылы Орал қаласында Қазақстанның 5 облыс съезінің жолына қатысқан. Студент кезінде қоғамдық саяси өмірге белсенді қатысқан. Баспасөз беттерінде билікті сынайтын мақалалар жазды. Сосын патша үкіметіне қарсы үгіт пен насихат айтады. Ол 1910
16-жылы қозғалыс ұлт азаттық қозғалысына қатысады. 1906 жылы екінші мемлекеттік думаға Жетісу облысының депутаты болып сайланып, мұсылман фракциясының мүшесі болады. Сосын ол 1916 жылы ұлт азаттық қозғалысының мүшесі болып тұтқындалады. Мұхаммед Жан Тынышпаев 1938 жылы қайтыс болды. Өте жақсы мәліметтер. Ал шақсатыда бағалы монеттер беріп қоямын. Тағы кімде мәлімет бар? Мен Ахмет Байтұрсынұлы туралы айтамын. Ахмет Байтұрсынұлы Торғай облысы, Торғай уезінің Сарытүбек деген жерде дүниеге келді. Ал Ахмет Байтұрсынұлының бір сөзі елімізге уран болуға әбден лайық. Біз артта қалған қылып, алға басып, жұрттан кейін қалмауымыз керек. Ол үшін біз білімді, ақылды, бай және күшті болуымыз керек. Білімді болу үшін оқу керек, бай болу үшін кәсіп керек, ал күшті болу үшін бірлік керек. Біз осы үш керектінің жолында жұмыс істеуіміз керек. Ал 1937 жылы Ахмет Байтұрсынұлы тағы қамауға алынады. Сосын қамауда 2 ай отырып, 8-ші желтоқсан күні атылады. Сол 2 ай ішінде тергеушілердің сауалына солай жауап берген. Менің идеялымдағы қазақ елінің мәдениетін өзгерту, сол мұратқа жету үшін маған қандай жаза тағайындалса да мен оған көнуге дайынмын. Өте жақсы Ахмет Байтұрсынов өз жанында қиған адам екен. Өте жақсы Шахизада жауабы үшін міне қоямын. Тағы кім айтады? Мырза Құтлатов 1885 жылы Торғай облысы Торғай уезінің Қызылбел мекенінде дүниеге келген. Ол алаш қозғалысының қайраткері, жазушы, ақын, драматург, журналист болған. Алғашқы білімді ауыл мектебінде алып, Торғайдағы 2 сыныптық мектепте оқыған, және ол 1905 жылы 17 қазанда Ресей үкіметінің қазақ халқы атынан жолданған қарқаралы петициясының дайындаушылардың бірі болды, және 1907 жылы Санкт-Петербургте шығып тұрған қосымша ретінде Серке газетін шығарды. 1909 жылы Қазан қаласында Оян қазақ атты жыр жинағы жарық көрді. Қалған мәліметті Қайтмұрат жалғастырып кетті. Мен Оян қазақ атты Мырза Құтлатовтың өлеңін айтып беремін. Көзіңді аш, оян қазақ, басыңды көтер, өткізбей қараңғыда бекер жасты, жер кетті дін нашарлап, хал арам боп, қарағым енді жату жарыспасты, найзамен түрсе де жатсам қазақ оянбай, мұнша қалың ұйқыны неге бердің бізге, ой Аллай. Өте жақсы, ал Қайтмұраттың алып отырамыз. Осы тақырыпты қорытындылау үшін, тағы да жақсылап меңгеру үшін сендерге қол жүлдес ойын ұйымдастырамыз. Бұл ойындың шарттарын айтатын болсам, бұл ойында сендерге бал беріліп отырады. Егер 0 деген не түсіп қалса, 0-де банкрот боласыңдар, балды алмаймыз, қатыса алмаймыз, отырамыз орнымызға. Плюс түсіп қалса, плюсте сендер жауаптарын жақындатып көмек береміз. Ал приз түсіп қалса, сендерге приз дайындалған. Приз алатындар приз алады. Болмаса 30 балда беруге болады. Ол кезде көреміз. Ал қазір 2 көшбасшыны шақырамыз тақтаға. Көшбасшылар қазір сендерге номерлерін таңдап береді. Қол жүлдесін айналдырып, сендер отырған жеріне сабақтағы мәтіннен пайдаланып жауаптарын беріп отырасыңдар.
10 balını surak çıktı. Şahsat 10 balını surakta alsa, to'liq dayandaladi. Dayan bo'lsa, birden aytib bo'ladi. Anlatmışlar, aynısından var. Qaysi universiteti? 30 balını so'rab chiqdi. 30 balga loyiha so'rab olamiz. Al o'quvchilar birinchi to'pdan bo'lsa aytadi. Al senlarga qanday so'rab chiqdi? Aytaylik. Ahmet Baytursunoğlu 1873 yılı dünyaya geldi. Torgay oblasi Torgay uyezining Sarıbek degan yerida dunyoga kelgan. Avul mektebida o'qib savodini oshadi. Keyindan Torgaydagi 2 sinflik o'ris qozoq uchiligisida o'qiydi. O'ta yaxshi. Al senda hozir birinchi topshirma bilan ikkinchi topshirma bo'yicha 10 ball jinoqlar. Sizlar ballarni hisobga turasizlar. So'ngda bilamiz. Al ikkinchi top so'roqlarni qanday tushganligi. Alixan Bukeyxanov Alash partiyasining bosh yetakchisi. O'ta yaxshi, bosh yetakchisi Alixan Bukeyxanov. Al. Jema ballarni so'roqlar. Al birinchi topga sizga so'rab jema ballarni so'rag'iga dayndal 1 minut vaqt berib dayndaladi. Al ikkinchi top aylantiramiz. Yaxshi, 30 balni so'roqlar tushib bo'ldi. Al ikkinchi so'roqdan beramizda 1 minut vaqt berilgan. Tez javobni aytadi. Al birinchi javobni aytadi. Ahmet Baytursunov neshinchi yili qamoqqa olindi? Ahmet Baytursunov 1937 yili qamoqqa olingan. Qamoqda 2 oy o'tirib, 8-90 kunni atilgan. Yaxshi. Al ikkinchi top. Qanday so'roq tushdi? Sizga tushgan so'roq Mustafa Shoqay turali ne bilesin der. Mustafa Shoqay Sirdaryo guberniyasining Ahmet vazirine qarashli Narshoqa avdanida tug'ilib o'sgan. Al unda shaxsat aylantiramiz. Al 30 balni so'roq tushgan. Shaxsatning o'zi javob beradi. Qanday so'roq tushdi? 1937 yılı qamoqqa olinib, 2 aydan so'ng 8-желтоқсанда atılib o'ldirilgan kim? Ya. Ahmet Baytursunov. O'ta yaxshi. Al o'tiraboy, 30 bal sen menga to'pni olib qarasiz. Al charas. Balni so'roq tushdi. So'roqni o'qiymiz. Charas. 20-asrda Qozoq xalqining siyosiy ko'chbachilari kimdir? 20-asrda Qozoq xalqining siyosiy ko'chbachilari Mustafa Shoqay, Ahmet Baytursunov, Alixan Bukeyxanov, Muhammad Tinishbayev. O'ta yaxshi. O'tiraboy. Saboqning qo'rqinchi sonunda jinagan ballarimizni, monetlarimizni sanab ko'raylik. Bugungi saboqda jengboz atangan ekan, bilib olaylik. Senlarda necha ball jinadi? 6 monet jinadilar. O'ta yaxshi. 6 ball, 6 monet jinadi. Ikkinchi to'pimiz. 7 monetga 7 supay jinamiz. Al bizga sabog'imizni jengbozi Alixan Bukeyxanov to'g'ri bo'ldi. Al o'quvchilar, bugungi saboq senlarga unadimi? Unamadimi? Senlar sabog'ning o'zlari o'ylarini, jiddiy maqsadlarini jiddiy oldindanmi? Yo'qmi? So'ng to'g'ri jazo bilim maqashini ilaylik. Al birinchi to'g'ri bo'lsa, ba'zi bilim maqashini borib, o'z o'y-fikrlarimizni yaxshi chiqarib
Al bugünkü sabahımızga belsendi katışkan üçün zadi bir 2-3 saatga 9 degen bal koyup, ikinci okuşumuz Alihanova Farengiz 8 bal aldı. Sahiba kızımız 8 bal aldı. Bağalanlar okuşular, jakşı belsendi katışkanlar. Köşbaşımız Çaraz kızımız 9 bal men, Şahruza kızımız 8 bal men, Sahiba kızımız Sayda kızımız 8 bal men, Sabrina kızımız 8 bal men, Hayatcan 9 bal men bağalanıp üye tapsırma. Osu bugünkü 20-cı asırdağı köşbaşılar turalı essiye жазып kelemiz. Sonымен bugünkü sabahımız ayakta aldı. Sağ bolunlar.